Бүгінгі таңда Қазақстанның жалпы білім беру саласындағы түрлі әдіс-тәсілдерді инновациялық үдерістермен алмастыру арқылы оқыту сапасын арттыру көзделіп отыр. Осы орайда әрбір мұғалім жаңа технологияларды терең талдаудан өткізіп, өзіне тиімдісін қолдануы тиіс. Жаңа технологияларды меңгеру мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік, рухани келбетінің қалыптасуына игі әсерін тигізеді. Ал Қазақстан мектептеріне білім берудің қандай жолдары бар деген мақсатпен Алматыдағы облыстық мамандар кәсібін дамыту институтында бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны қалыптастырудағы білім беру технологияларының рөлі атты ғылыми-тәжірибелік конференция ұйымдастырылды. Сонымен қатар, ұйымдастырушылар оқыту технологиялық орталығының ашылғандығын атап өтті. Бұл туралы мамандардың кәсібін дамыту институт директорының міндетін атқарушы Нұрша Оразахынова былай дейді. Біз 12 жылдық білім беру және оқыту технологиялары деген орталық ашқанбыз. Қазіргі күнде сол әрбір ауданда қазірше біз 3 қана технологияны алып отырмыз. Шәмпейісованың модульдік оқыту технологиясы, Қараевтың 3 өлшемдік технологиясы және менің сатылай кешенді талдау технологияларымызды алып, әрбір ауданда базалық мектептер, бір технология 2 мектептен бекітіп, сол жерге шығармашылық топ бойынша мұғалімдерді шоғырландырып, сол технологияларды мақсатты түрде мектепке енгізу жұмыс жасап жатырмыз. Заман талабына сай білім мазмұнын жаңарту бүгінгі күннің басты міндеті. Қазіргі жағдайда еліміздің білім беру жүйелерінде адамды қалыптастыру бағытында сан алуан жұмыстар жүргізілуде. Оның ең бастыларының бірі білім мазмұнын ұлттық негізде жетілдіру болып табылады. Оқыту технологиясы мектепте оқу үрдісіне қажетті әдіс. Ол оқушылардың тәртібіне, оқу ынтасына игі әсер етеді дейді химия ғылымдарының кандидаты Дүйсенбек Әділхан. Қазір мынау орта білім жүйесінің алдында үлкен реформалар, өзгерістер болып жатыр. Себебі 2008 жылдың 1 қыркүйегінен бастап біз 12 жылда орта білім жүйесіне көшеміз. Қазір оның стандарттары даярланып болып қалды. Оқу бағдарламалар шығады, жаңа оқулықтар шығады. Соған дейін біз мектеп мұғалімдерін, мектеп басшыларын осы 12 жылдық орта білім жүйесіне көшуге әзірлеуіміз керек. Себебі орта білім жүйесінің жаңа стандарттарына сәйкес көп жаңалықтар болады, көп өзгерістер болады. Соның ішінде білім мазмұны өзгереді, оқыту технологиясы, оқу әдіс-тәсілдері өзгереді. Соның барлығы мұғалім алдынан да біліп игеруге тиісті. Бәсекеге қабілетті мемлекет болу үшін ең алдымен еліміздің келешегі жастардың білім деңгейін жоғарылату керек. Ал мектеп қабырғасындағы жас буынға тәлім-тәрбие беретін, оқу танымдық іс-әрекеттерді басқаратын, оны жүзеге асыратын басты тұлға мектеп мұғалімі. Осыған орай Алматы облыстық мамандардың кәсібін дамыту институт мұғалімдерінің білімін жетілдіру бағытында ұстаздарға әдістемелік көмек көрсетуде. Қазір бұл институтта 100-ге жуық мамандар қызмет етеді. Басшы және ғылыми-педагогикалық кадрлардың білімін жетілдіретін Республикалық институттың директоры Тұрсынбек Баймолдаев білім туралы заңға сәйкес мұғалім 5 жылда бір рет білімін жетілдіруге құқысы бар дейді. Алматы облысының мұғалімдері 5 жылда бір рет 2 апталық курсқа келеді. Оның аралығында конференциялар, семинарлар, тағы да өздерінің қызығушылығын туғызатын курстарға келіп өздерінің білімін жетілдіреді. Білім неге ол жетілдіру керек? Университетте, жоғарғы оқу орындарында алған білімнің бүгінгі күн сайын ескіріп жатқан кезі. Білім жаңа білімдерді керек етеді. Мұғалімдердің біліктілігін арттырып, білім беруді жаңа сапаға көтеру үшін оқыту технологияларын мектеп өміріне енгізу бағытында институтта жаңа бастамалар қолға алынуда. Солардың бірі бүгінгі таңда білім сапасын арттырудың көзі болып отырған оқыту технологиялары. Ал мұғалімдерге қажетті әдістемелік құралдар жыл сайын жарық көреді. Ал бұл әдістемелік құралдардың шығуына Алматы облыстық әкімдігі мен білім департаменті көмек көрсетіп отыр дейді педагогика ғылымдарының кандидаты Тұрсынбек Баймолдаев. Әрбір оқуға келген мұғалімдердің, білім жетілдіруге келген мұғалімдердің қажеттілігін сұрастыра отырып, сол қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында, яғни белгілі бір технологияларды, белгілі бір пәндерді мұғалімдердің толық түсінуі үшін өз жұмысында пайдалану мақсатында әдістемелік құралдар шығарып таратылады. Өркениетті елдің болашағы білікті маманның қолында дегендей, жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығы сонымен бірге дарынды балалармен жұмыс жасаудың жаңа үлгісін жасауды көздеп отыр. Мұндағы басты мақсат елбасы жолдауына орай бәсекеге қабілетті, жас ұрпаққа саналы тәрбие, сапалы білім беру. Орталық мамандардың болжамы бойынша оқушыларды бейімдеп оқыту арқылы олардың болашақта дипломды маман ғана емес, бәсекеге қабілетті ұлттық тұлға етіп қалыптастыруға болады.